Әбу қол күрестіруде, оң жақта Әбу, сол жақта Шахбардан. Бірге тамашалайық. Мықтысыңдар, 1, 2, 3, басталды. Достар, міне екінші раундқа да жетіп келдік. Енді соңғы раундты тамашалайық. 1, 2, 3, басталды. Шахо, давай, Шахо, давай. Әбу, давай. Шахо, давай, Шахо. Достар, бүгінгі шайқаста қол күрестіруде Шахмардан мен Әбу 1-1 болып қалды, яғни достық жеңді. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ұлттық үйірмеден үйренген ойынымыз жаяу көкпар ойынын ойнайтын боламыз. Бізге ол үшін құм салынған ақ мата керек болады. Екінші, біз ойнайтын алаңымызды тақпен сынып алатын боламыз. Сосын екі жаққа екі көлге саламыз. Бұнда негізінде көп балалармен ойнау керек. Біз карантинге байланысты інім екеуміз ойнайтын боламыз. Біздің ойынымыз басталды. Бұл ойын балаларға шапшаңдыққа, ептілікке үйретеді. Бұл ойын жаяу көкпар ойынын үй жағдайында ойнап көрсеңіздер болады.